Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бұл жұлдызды сұхбат бағдарламасы. Сіздер X тобының, рэпші X тобының өлеңдерін сүйіп тыңдайсыздар ма? Бүгін X тобының мүшесі Айс келіп тұр. Қош келдіңіз. Біздің бағдарламаға енді сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Мен қояйын. Сұрақ қойдым. Сіздер рэп түсіру үшін қандай мақсатта болу керек? Рэп түсіру үшін ол өзіне сенімді болу керек, және де өзін босаңсымау керек, қобалжымау керек, өзін бос ұстану айту керек. Себебі ол сахнада айтады, үлкен сахнада. Сондықтан. Ал сіздер рэпті қалай тез шығарасыздар? Рэп шығару үшін ол үшін ақылдылық, ми керек. Себебі бұл тоже айт сияқты тез шығарып отыру керек. Бірақ рэпші ұйқастырып өлең сияқты. Бірақ өлең емес, рэп. Бізге бір өлеңіңізді айтып берсеңіз. Енді қазір айтпай қояйын, кейін көрермендер хабарласса айтамын. Жарайды. Сіздерде топтарыңызда қанша адам бар? Біздің топта 3 адам бар. Мен Айс, және де Бик, және X. Олар X деп топтарыңыздың атын кім қойды? X деп үшеуміз ақылдасып қойдық. Себебі Бик, Айс, X деген бір-біріне сәйкес болғаннан кейін X деп те бір-біріне соның ұйқастырғаннан кейін соны ақылдасып қойдық. Басында Ай деп қояйын дейміз, бірақ ол ұйқаспай қалды. Керемет. Бізге қоңырау шалған адамымыз бар екен. Алло. Байланыс үзіліп кеткен секілді. Кейінірек хабарласыңыз, құрметті көрермендеріміз. Біздің номеріміз 8-7-831-26-72. Осы номерге хабарласыңыздар. Егер мен өлеңді тыңдағыларыңыз келсе, осы номерге астына жазылып тұр, соған хабарласыңыздар. Сонда кез келген өлеңдеріңізді айтып береміз. Хабарласқан көрерменіміз бар сияқты жүрді. Алло. Естіп тұрсыз ба сіз бізді? Тағы да байланысызылып кеткен сияқты. Желі дұрыс тартпай жатқан секілді бізде. Алыста шығар мүмкін шетелде. Мен де шетелде көптеген Димаш Құдайберген сияқты көптеген адамдар мені жақсы көреді. Сонда сізде байланыс бармайды ғой Қазақстаннан басқа елге? Барады, бірақ бұндайларға ойша желі тартпай қалады. Желі тартпай. Онда көрермендер бізге хабарласпай жатыр екен. Онда біз тамақ ішіп келіп жүрміз. Ал сіздер қош болыңыздар, сау болыңыздар. Біз келдік. Бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Солай ма? Ендеше дауысын шығарып қойын. Алло. Саламатсыздар. Бұл жұлдызды сұхбат бағдарламасы. Менің мына реттерге сұрағым бар еді. Айта беріңіз. Сіз осы реттермен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? 2 жылдай болып қалды. Өзіңіз жасай ма? Әрине. Және бір сұрағым бар сізге. Маған Ағаш емес, ит туралы айтсам бола ма? Давай. Қазір. Үй мынандай болады, онда адамдар тұрады, және де онда көптеген жиһаздар болады. Керек.
etasiz. Osman bizning suhbatimiz аяқталды. Sog' Sağ bo'linglar. olinglar. Xo'sh, sağ olinglar.